Саханың басына ақырында жайғасамыз ба? Мына жаққа ыңғайлануға деп бет ашар ашып аламыз ба? Қалай болады өзі? Сценарий қалай аға? Бет ашар ашып аламыз ба? Бірінші көрімдік алып алайық дейсіз аға. Ол да болады аға. Келіңіздер қайда, құрметті жақсылар, қадірменді ағайындар. Осы жерде отыра береміз ба онда? Осы жерде. Болды, сол сіздер ыңғайлап айтсаңыздар болды, сіздердің айтқандарыңыз болады, құрметті жақсылар. Ал енді қадірменді ағайын, құрметті қонақтар, енді біз ақырындап келінді жақсылап бет ашарға қазір жеңгелер дайындай берсін, мүмкін дайын да шығар. Біз бұйырса жақсылап бет ашарды ашып аламыз. Сонан кейін ақ дастарханның басына отырып, әдемілеп ас дәм ішіп, билеп, ойнап, күліп, бүгінгі келін түсіру тойын тойлап қайтатын боламыз. Ал енді бүгінгі қуаныш той құтты болсын, той тойға ұласа берсін, жастар бақытты бола берсін деп бір қол соғатын болсаңыздар, давайте бір шулап бір қол соғып жіберейік. Сырымбет еліне келген келініміздің қадамы оң болсын деп бір қол соғып қойыңыздар. Екі жас бақытты болсын деп бір қол соғып қойыңыздар. Енді қазір келіннің беті қай жаққа отырып ашқан дұрыс болады негізі. Сонда келісіп алайықшы бірден. Өзіміздің той ғой, әдем болып кадрға бәрі күшті болып түссін. Мына жаққа қарайсаңыз ба, шаңыз камера қалай дұрыс болады? Әлде мына жақтан былай тұрсын ба? Ол жақтан былай қарай тұрған дұрыс болады ма? Жақсы. Онда мен мына жерде тұрып бет ашар, келін мына жақтан былай қарай тұрады екен онда. Бопты. Сіздер тамашалайсыздар, еще ақша бересіздер. Көрініп бересіздер. Құрмет бірінші әкеп ортаға бет ашардың ақшасын салатын табақты қойды не болса да енді. Жақсылап дайындалыңыздар енді. Дұрыстап салыңыздар, әдемілеп салыңыздар. Құрметке құрмет көрсетіп, дұрыс па? Құрметке құрмет көрсетіп, қол соғып қойыңыздар арасында. Осы ауыл елімді, ағайын туыс бауырларымды қуантайын деп, міне құр бойдақ жүрмейін, бұл жүрістен не пайда деп, бір басын екеу қылып жатыр, дұрыс па? Екі басы төртеу болсын деп бір қол соғып қойыңыздар. Құрметке бір қол соғып қойыңыздар. Құрметке құрмет көрсетіп қойғандарыңыз өте дұрыс-ақ. Ал ендеше қадірмен туысқандар, мына жерде енді өздеріңіз білесіздер, бет ашарда қазір әдемілеп барлықтарыңыздың аттарыңызды айтып шығамыз. Нағашылары бар ма, құрметтің нағашылары? Ойбай, апа, қорқып кеттім ғой. Абай, дұрыстамай ойласаңыздар, қосылсаңыздар шана кісіге. Нағашылары қайда құрмет? Осылай, дұрыс молодец. Апа, сіз бір 5000 емес, кішкене азғантай көрініп сала берсеңіз болады, айғай шуыңыздың өзі сіздің өте бағаланбас байлық. Одан кейін құрметтің аға жеңгелері бар ма екен? Аға жеңгелері әпке жезделері дейді мына жерде. Бар ма? Қайдасыздар? Қазір менің атымда атамадыңдар, әрі бері деп ренжімесін деп барлығын түгелдеп болып жатырмын аға. Дұрыс па тәте? Дұрыс, еще жақсы ма дайындық қой, алдын ала дайындық жасаған. Көршілер қайда екен? Көршілер бар ма екен? Осы ауылға келген кезде көршілердің бар болғаны қандай жақсы, жақсы. Жиендер дейді, жиендер бар ма? Жиендер! Мына жақта жүрген жиен, болды. Сендерден бір асабаға пайда жоқ ау деп қоямын. Қалжыңдай, әзіл. Жақсы. Ал енді осы жиендердің де барлығы нағашыларымның жақсылығы деп қуанып келіп жатыр ғой жандарына шейін. Осы жақсылық деп қуаныш деп келген жүректерінен айналайық. Ал енді қадірменді ағайын, құрметті қонақтар, Алталашқа ағат атымен танылған Бөлтірік деген ақсақал бар екен. Сол ақсақалдан мен секілді бір жас жігіт сұрапты ғой, ақсақал біздің байлық ыстық па, әлде баламыз ыстық па деп. Сонда Бөлтірік атамыз айтқан екен, қарағым, байлық дегенін қолға ұстағанбыз, бала дегенің артта қалар із. Одан да менің сізге айтарым, ағайын менен алауыз болмай тату болыңыз. Дос-жаранға дастарханыңыз ашық болсын. Шаңырағыңызға құрметті қонақ келіп жатса, шамаңыз келгенше құрметіңізді көрсетіңіз. Сонда мына қайғыңыз құл, қуанышыңыз от болады деген екен дейді. Бүгін міне біздің Күнбар ағамызбенен Мәулет әтеміз бір құлыным екеу болды деп, шаңырағыма келін келді деп қуанып, шаттанып, ағайын туысқан басын қосып айтыр. Дос-жаран көрші қолаңмен бірге осы әдемі беташар тойды бастап жатқан жайы бар. Ал ендеше осы кісілердің бүгінгі қуанышы құтты болсын, қайғылары құл болсын, қуаныштары от болсын, тойлары құтты, құрметпенен айжан бақытты болсын деп бір қол соғып қойыңыздар той иелерін. Мен бір кісілерді айтуды ұмытып кеттім. Ең важный кісілер ғой, еще ең важный кісілер. Біздің құрметтің мамасының достары мен папасы мен мамасының класстастары мен достары бейші кісілер. Haydi. Haydi. Hoppa. Oldu. Oy barakallah.
қалай өзі? Биле десе бұл кісілер айтты ғой, түскеннен айтты ғой, билейміз деді ғой. Дұрыс, тойға келген адам билеп келеді, дұрыс па? Билеу үшін келеді. Сондықтан да құрметтің мамасы мен папасының достарына бір қол соғып қояйық тағы да. Молодец, жарайсыздар. Және де құрметтің коллективтері. Бәрекелді міне. О, коллективтен аратамын. Ой, бәрекелді. Рахмет, дұрыс. Ешкімге көрінбей байқалмайтын жерлерде жүреді. Бірақ барлығымызды қорғап жүретін кісілер. Бір қол соғып қойыңыздар бұл кісілерге де. Осындай қандай жақсы коллективтер келіп жатыр. Так, сонымен келін дайын ба? Не болды? Мен әңгімемді бітейін деген сияқты соңына. Келін досым дайын ба? Нағашы апа, дұрыстап қараңыз. Келе жатыр ма? Болды. Енді маған да сол әңгіме болса жіберіп тұра беретін әдетім бар. Ал ендеше бүкіл шаңыраққа келіп жатқан келінізге бір қол соғып қойыңыздар. Ортамызға қош келдің бұрындым менің, бүгін сенің маңызды күнің білемін. Ақтағасын айдады атам менімен, осы әулетке болар деп ғұмырлы келін, осы әулетке болар деп ғұмырлы келін. Келін келді ағайын, келін келді ағайын, Бөгелмеген ендім ақпададан айын, ақ тілекке толтырып мынау тойдың сарайын, ақ тілекке толтырып мынау тойдың сарайын. О, бәрекелді. Шашудан алдыңыздар ма? Мен алдым, мен аппаратурада отырған досым үйленбеген, сол үйленсін деп, 40-қа келмей тұрғанда үйленіп алсын деп беріп атырмын соған. Тәте, ұрып беріңші сол балаға, шашып үстіне. Биылдан қалмай үйленсін бұйырса. Шекесінен, міне бұйырса. Ал енді, сіздерде келіндік шағыңыз есіңізде болмаса, төрге орай есіңізші. Төрге келіңіз. Келінмен бірге сәлем салып масқара боламыз қазір. Келіңіз. Ал енді, құрметті ағайма, отырыңыздар. Ой, сіздердегі бұл кісі бірінші келін ба? Алғашқы келін ба? Айтпайсыздар ма түсіндіріп? Келін қасында тұрыңыз керек қой өзіңіз апа. Төрден орын беріп қойыңыздар, бұл кісілер ата мен ене болып жатыр, кәдімгі осы жақта тұрыңыздар. Как, құрметтің брачкелері бар ма? Бағана Кореяда келіп жүрген балдар бар еді, жүгіріп жүрген. Қайда? Сол жүгірмектерге жоқ сосын. Ау? Кел жатыр ма? Онда құрметтің достарынан біле шақырайын, әріптестер кім? Кімнің жұлдызы аз? Кесін бір өтесің. Сен кел, бағасы, күшті. Ал енді құрметті туыс туғандар, бүгінгі шаңыраққа келген келіннің бетін ашуға рұқсат па? Рұқсат па? Бірінші Алладан, екінші өздеріңізден рұқсат болса, мен бет ашарды бастаймын. Кәдес болмасаң жағдай қиын екен негізі. Молодец. Жаратқан үйім жаппарым, мұсылманың даушақтағын, жас келін келді бұл үйге, тіл көзден соны сақтағын, күн бар мәуле тілегі, болыпты қабылдап дайын, тізіліп тұрған ұл келін, үмітін елдің ақтағын, ақ көгеп қондау сырымбетке, табыңдар енді баптарын, қыз келін қалды артыңда, қабылда келін шартарын, көңілі апақ ақ келін, қауызындай ақ мақтадың, есігіңнен кел құтты боп, ақ босаған ау атадың, ұзақ боп құмыр жастарың, баянды болғай бақтарың. Қалайық бет аштым, бет ашар алып қолыма,
бақыт қонсын келін жан, бас қоса келген жолыңа, жақсы атансаң ауылға, желең шығар оңыңа, жаман болсаң келін жан, абысын түсір соңыңа, сабырлы бол ашусыз, ақыл бітпес толыға, асың болса елге бер, қызғанып жұрттан қорынма, ақсақал келсе әдеппен, су құйып бер қолына, кіші келсау керілмей әдеппен қара сал оныдай. Ал келіншек, келіншек, келіншек болмау еріншек, үлкендер келсе үйіңе, орныңнан тұр келіншек, қарсы келсе қарт кісі, қайқаңдамау келіншек, күйеуім жақсы көрді деп, тайтаңдамау келіншек, үйден үйге сөз тасып, сыпсыңдама келіншек, жабығынан әрийдің тыңдамау келіншек, ерте тұрып шаруа қыл келіншек, болмау еріншек. Ақсақалдар ағалар, әжей-жеңгей даналар, өсиетті бабалар, бері таман келіңдер, өзі сұлу, өзі жас, жас келіндау көріңдер, көрімдігі беріңдер, жақсы тілеу ақбата арнаңыздар келіңгел, бет ажарды ашайын, ағын судай тасайын, таныстырып келінді, өз жұртынау қосайын, басына бас қосылып отбасы бопты көз айым, бұрынғының жолымен осылай ырым жасайын. Жиылған әлеумет, қазақтың жолы керемет, әруағын сыйлаған, өніп өсіп көгерет, сондықтан да келінжан әруақтарға сәлемет. 90-ға келген жасы бар, ел сыйлаған басы бар, немере сүйген бата көйлер, қуанып бүгін шашылар, құрметі бүгін үй болып, қатарға келіп қосылар, сондықтан да келінжан Сәулеттің үлкен ата-апаларына қос-қостан сәлем бере ғой деп қойғал ғане. Мына жерде мен енді үлкен кісілердің аттарын айтып жіберейін. 90-ға жасы келген нағашы апасы Нұрдығай апасына бір қол соғып қойыңыздар қадірмен жақсылар. Осы кісі ортаға шақырып, бір жақсы сәлем салдырып алайық келінге. Тарих көп айта беруге оған өзім, сұлап қара көзім, сұлап қара көзім. Маған кердің бетінде бар. Бәрекелді, апамызға бір қол соғып қоймаймыз ба ағайын? Осы кісінің жолын берсін, жасын берсін, қандай жақсы мінекей. Әулетте үлкен апаның болғаны қандай жақсы. Ал енді қане, әрі қарай жалғастырайық енді. Анау тұрған атасы, қабыл болған батасы, қасындай көрер келінін, сөзімнің болмас қатасы, сондықтан да келінжан, өзіңіздің атаңыз, күн бар атаға қос-қостан сәлем бере ғой. Қалғын бар атсағал келген ағыз. Ой, бәрекелді. Кел, бол. Ал ендеше келінжан, күн бар атаңның атын екі рет айтайын, атаңның атын екі айтып, жомарттығын байқайын, табақ ұстап келгенге, кіл-кілдетіп май берген, таяқ ұстап келгенге, кісінетіп тай берген, бақытты болсын құрметім деп, дүбірлетіп той берген, сондықтан да келінжан, өзіңіздің жомарт атаңыз күн бар атаңызға қос-қостан тағы бір сәлем бере Анау тұрған енесі, қара бір жердің кемесі, келінім үйге келді деп, көккөде жеткен төбесі, ел жұртқа сыйдан кендемес әрқашан бей көресі. Сондықтан да келінжан, өзіңіздің енеңіз, мәуле енеңізге қос-қостан сәлем бере Айналдым ана деген асқақ аттан, құрметі үйленіп ол үй боп жатқан, бүгінгі
тойларыңыз құтты болсын. Сырымбет елі келін алып той қылып жатқан. Сенің анаң алтын, менің анам алтын. Мәуле апамды құттықтап қол соғыңдар халқым. Ақ жеңгелер әнім, сұлу қыздар сәнім. Анамызды құттықтап қол соғыңдар бәрің. Анамызды құттықтап қол соғыңдар бәрің. Қандай жақсы. Қырысынбаған омықтар шығып жатыр тура. Құрмет ұлдың тойында сапар мұрат ән салсын. Менің салған әніме ағайын жұрт тамсансын. Миллион, миллион, миллион қол қайда. Ай, Сырымбет елі айғайлап қол соқсаңдар болмай ма? Құрметті ұлдары үйленсе, ағайындар айғайға салмай ма? Миллион, миллион, миллион қол қайда. Ай, нағашылар әр кезде әуге қойсаңдар болмай ма? Құрметті достары үйленсе, коллективтер айғайға салмай ма? Қос ауадыңыз арасынай. Үш жұртыңның дарасы, орны бөлек нағашы, көрімдіктерін әкелген, евро-доллар теңгемен, басқалардан азайтып намысын көпке бермеген. Сондықтан да келінжан арнай осындағы құрметтің нағашыларына қос-қостан сәлем бере ғой деп қойғал. Нағашы деген бір ел бар деп мен нағашыларды ортаға шақырайын, билеп келіп. Ау? Кем заған? Бере беріңіз маған, бере берсеңіз ғана. Нағашылары Сергей Флюра бастаған Рашат, Айгүл, Гүлнар, Сәуле, Жанат, Әсемгүл, Қайрат, Нағима, Зәуреш дейді. Қайдасыздар нағашылар? Кәні музыка маэстро жібер. Эппа деп қоясың. Рахмет, ой, молодец, нағашылар, молодец. Табақты біраз қызап тұсат едім. Жақсы, ал енді әрі қарай кетейік онда, кәне. Анау тұрған қайнаға деген жайладан, інелерінен кеметпес төлеуші болып қайдадан. Анау тұрған абысында бар қапысын, тату болсаң солармен басады алға барасың. Төркіннің қамын ойлаған, тартуын тойға сайлаған, қайнапаларың тілеулес, жезденің жайы қайнаған. Сондықтан да келінжан осында тұрған барша аға жеңге, қайнапке жезделерге қос-қостан сәлем бере ғой деп қойғал. Бұл кісілерді бір ел екен, ортаға шақырайын әдемілеп. Құрметтің ағалары Бекжан, Бауыржан, Теміржан, жеңгелері Жайна, Гүлжанат, Сауке ма? Сауле ма? Саукен ортаға шақырамыз. Бақытты әдеміз қыздарымен дейді. Әсел, Индира, Гүзел, Жадыра, Гүлнұр, Нұрлан, Алтынгүл, Элдар, Раушан дейді. Осы кісілерді құрмет қошаметпен ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Айтпаппыз ғана жерде. Қайроллаға бір сәлем деп қойыңыздар арнайы. Қайролланың оны айғайлауын ақша салмайсыздар ма енді?
Өзім алып аламын, өзім аламын, қайрашады. Тиіспеңіздер. Өзім тауып ұстап аламын ғой, қай жерде екен білемін ғой. Ал енді рұқсат етсеңіздер, келесі осында арнайы құрметтің інісі Медет деген жігіт бар екен. Кім Медет? Қоқ кетті, өзім бәле ойлап қалайын. Медетке бір қол соқпаңыздар. Медет. Ай, бәрекелді, молодец, құрметтің інісі Медет. Ал, тамаша. Шаманың болса сынаған, жақсылығыңда ұнаған, қыз алысып қыз берген ағайын болар құдадан, сондықтан да келінжан осы әулеттің сайысы құда-құдағи, құдаша, құда балаларына қос-қостан сәлем бере ғой деп қой. Құда-құдағи, құдаша, құда балалар. Қанжарбай Зоя, Торғын құдаша. Болды ғой деймін, осы кісілерге қос-қостан сәлем болсын. Қане келіңіздер. Арнайы осы әулеттің жиендеріне бір қос-қостан сәлем болсын. Ендеше мен жиендер шақырайын ортаға. Нұрболат, Алима, Салима, Надир, Камила, Анел дейді. Ал аты аталған жиендер келіңіздер. Жиендерге бір қосып қойыңыздар. Жиын тойыңнан қалмаған, сұрамай еш сат алмаған жиын деген бір ел бар. Үзілген жерді жалғаған деп, үзілген жерді жалғайтын жақсы жиендерге бір қосып қойыңыздар. Қандай тамаша. Көрші деген бір ел бар, қызмет еткен тойыңда орны бөлек көршілер көрімдіктен аянба деп біз ортаға келесі осы ауылда айғайлап шулап құрмет, қошемет көрсетіп отқан көршілерді және құрметтің мама папасының класстастары достарымен қосып бірге шақырады. Мен қазір айта салайын. Ғазиз, Бақыт, Рауан, Әсел, Әселдің мамасы Ержан, Рая, Серікгүл, Қорықпас Күлзи, Фатиапа, Темірбек, Үмітжан, Дина тәте дейді. Және де құрметтің мамасының барша достары, класстастары деп айтпайды. Достар көп, бәрі бірдей болмайды. Құрметтің коллега достары айғайлап қол бұлғайды деп. Арнайы бүгінгі құрметтің коллектив достарын ортаға шақырамыз. Талғырған шақырынан келіп жатқан коллективтері, достары құрметтің. Ай, молодец, жұмыс болсын. Шашылсын, татулық бірлік береке, байлықтарың тасысын, ағайын туған мәз болып дұшпанның көңілі басылсын. Қалдыбайдың баласы Сапар Мұрат әншімін, 12 ата байұлы, алтыннан тамған тамшымын, ең соңында келінжан, көпшілікке де бас исін, қызмет еткен бет ашып өзіме де бас исін. Ай, бәрекелді. Рахмет. Ал енді құрмет жақсылар, мына жерде аты аталған бар, аты аталмай қалған кісілер бар, аты аталып ақша бергендер бар, ақша бермей тығылып қалғандар бар. Аты аталмай қалса да алып кеп, аты аталмай қалса да алып кеп көрім деген салған кісілер бар. Сол кісілердің барлығына тағы бір сәлем болсын. Ал енді баяғына бір ағамыз осындай беташар тойға барған ғой. Сөйтсе аты аталмай қапты да, таксимен келген екен, сол қайтып келген таксине жүгіріп барып отырып айтып жатыр дейді, такси үйге айда деп. Сонда жаңа ағамызға таң қалыпты ғой. Қазақтар тойға келсек 5 сағат қайтпай жүрек, аға не болды сізге 5 минутта қайтып бара жатсыз десе, ағамыз айтып жатыр дейді да, ой қарағым несін сұрайсың, мына беташар тойға келіп едім, апталдай азамат емессің ба осы ауылдың, атымды атауды білмеді, соған ашуланып қайтып бара жатырмын деп. Сөйтсе жаңа таксист жігіт айтып жатыр дейді да, аға
Жоқ. Сіз ба? Енді сонан кейін айтты да. Айтып жіберейін аға. Сонан кейін айтты да. Неге қайтып бара жатсыз десе, ағамыз айтып жатыр жаңа Абдалдай азамат атымды айтпады деп. Сонда тойға бір кілем алып келіп едіңіз, сол кілемді неғып алып қайтып бара жатсыз? Ағамыз айтып жатыр дейді да. Қарағым, қазақ айтады, қайтқан малда қайыр бар деп. Осымен мына кілем екінші тойдан қайтып бара жатыр деп. Сол айтқандай, аты аталмай қалыпты мына кісінің. Есімі? Разбек. Разбек. Айтылды ғой аға. 590. Қай көшеде тұрады бұл кісі? Жақпайып пен Балпық би арасына сән берген Разбекте ағамыз осы тойға мән берген. Разбек менің ағамай, өзіңде бәнге саламай. Реті келсе ағажан тағы бір сәлем, ағамызға тағы бір сәлем сала ғой. Бірден ақша жоқ болса бірден қайтарып ответ сәлем саласаң болады екен. 500 теңге салсаң, бірден сәлеммен қайтара саласың да сразу. Маған Разбек ана. Красавчик. Бұл кісі мен неғып мына жерде тұрсам, келіннен кәдімгі біраз сәлем үйреніп алыпты ғой. Ал енді құрметті жақсылар, келіннің бетін кім аша сол ыстық болады дейді. Енді біз Аллаға шүкір, 15 жасымыздан бастап осы қазақтың даласында түрлі елдерде, жерлерде барлығының келіндерінің бетін ашамыз. Енді біз шүкір айту жаман емес. Ашып жатқан келіндеріміз ұл босанып атады, болмаса қыз босанып атады, точно екеуінің біреуі енді. Сондықтан да сіздің өзіңіздің тұңғыш келініңіз екен апай. Өзіңізге ұқсаған келін болсын деп. Дұрыс па? Өзіңізге ұқсаған жақсы келін болсын деп. Ана домбыра тамада ашып тұрған домбырасына 10 мың теңге бересің деп айтып жатсыз ба дәде? Сондай нәрсе айтып жатсыз ба? Басқа нәрсе айтып жатсыз ба? Ой, Құдай-ай. Мен бет ашар ашқан жігіттің домбырасына 10 мың теңге қыстырасың деп айтайын деп отырмын. Сол. Ісімін айтып, домбырамен бет ашып. Апа, ақшаны қоя тұрыңыз, ақша деген табылады ғой апа. Қой. Біздің құрмет барда ақша көп қой, Алла қаласа. Азамат, осы елдің азаматы. Бәрекелді. Ай, менің күн бараған бар жерде ақша бар екен ғой, міне. Ағайын, бір дәдең ау жарайын, бетін ашып келіннің көрімдігін алайын. Рахмет. Бетімді келін ашқан. Ал ағайындар. Апа, аға, келіндеріңіз құтты болсын. Көңілдеріңіз нұр қатсын, жүректеріңіз жыр қатсын. Алла қаласа осы келін Қабанбай мен Бөгенбайдай, Махамбет пен Исатайдай болатын екі ұл тапсын бұйырса келесі. Енді мына бет ашарға салған ақшаны кім алады дейді. Құрмет айтты. Сен алмай-ақ қойшы деді, маған айтты. Жоқ, қалжың. Бұл ақшаны кім алады әрине? Үйдің бұғалтыры кім? Главный бұғалтыры. Осы папаң ба? Міне. Ақылды тамада келін ашқан кісінің енесіне береді. Келін кеп тұрғаннан кейін ақылды ене кімге береді? Ақылды ене кімге береді? Ақылды ене күйеуіне береді өзінің. Күйеуіне береді. Керек емес осыға ақша? Мен аласы бар. Точно керек емес? Қалжың. Өздерің шешіп аласыздар ғой. Алла қаласа, жаңа айтып жатырмыз ғой, ұл келсін, қыз келсін деп, сол ұлдың алғашқы памперсіне жұмсаңыздар, ниет қылайық. Ниет жылға алыппыз ғой бұйырса, Ал енді құрметті келіңіз. Құрметке бір құрмет көрсетіңіздер тағы да. Молодец. Құтты болсын, құтсыңыз. Бақтары баянды болсын. Ғашық болып ғасыр жасасын. Жұптары жазылмай 100 жыл жасасын деп бір қол соғып қойыңыздар 2 жасқа. Ал енді құрметті ортаға алыңыздар. Наконец-то дұрыс, молодец. Ал енді былай жасайық, құрметті жақсылар. Осы 2 жасқа осы жерден бір әдемілеп бір бата беріп жіберейік. Бата беріп жіберейік. Келіннің бетін аштық. Сонан кейін әрі қарай тойымызды отырып жалғай береміз. Кім береді бата? Бата. 2 жасқа. Болды. Бата беретін бір үлкен кісі болса болды ғой бізге ақсақалдар, ғой? Болды. Ал, әмин, 2 жасқа аға бата беріп жүріңіз. Сынау құдайымыңдасын, қыдыр атауылдасын, басқа амандық берсін, әрқашан осы құрып жатқан отауларың құтты болсын, саңырау биік керегесі кең болсын, мөлдір махаббат сәулет тілеймін. Бақытты болыңдар.
Amin, Allahu Akbar. Бәрекелді. Бата қабыл болсын. Жастар, бақытты болсын. Құрмет пен Айжан, бақытты болсын деп бір қол соғып қойыңыздар да. Енді төрге қарай сіздер үйге кіре беріңіздер. Біраздан соң тәтті шай құясыздар, Алла қалса, тәтті шай ішейік мына кісілер. Жеңгелер, о, екі жеңгеге бір қол соғып қойыңыздар. Бұл кісілер де егіз ұл тапсын, егіз қыз тапсын, Алла мантық берсе. Молодец, жарайсыздар. Қандай стажы бар кісілер ғой енді бұл кісілер. Ал енді құрметті жастар, қадірменді ағайындар, ауылға келін келді деп ағайын туысқан қуанып жатқаннан кейін келініміз міне бет ашарын ашып алдық. Баршаңызға үлкен рахмет. Енді төрге жайғасамыз. Аға солай ғой, е? Ал енді үлкен кісілер кәне бастап, бүгінгі дастарханның төріне қарай жайғасыңыздар. Жігіттер сіздер де кетіп қалмаңыздар. Қазір барлығымыз бұйырса ас дәмнен ауыстыратын боламыз. Жаңа бет ашар ашып жатқанда менің қалтама арнайы әкеп ақша салып жатқан құрметтің әріптес жігіттеріне бір қол соғып қойыңыздар, жақсылар. Молодец жігіттер, рахмет сіздерге, жұғысты болсын. Сіздер де әке аналарыңызды келін әкеп қуантыңыздар. Қане? Ал, медет, қане, столды. Қазір, мына жақ кіріп кетсін, сосын қоямыз ба? 90-ға келген жасы біздің апамыз бастаған, міне бата берген ағамыз бастаған, ағайын туысқандардың барлығы жиналып жатыр. Бүгін игі жақсылардың барлығы осында. Келіңіздер, құрметті жақсылар, келіңіздер. Шармай, алты бақан аясында сұлу ой жеткен, қыз бозбала кең даланы әлеммен әсем ербеткен. Сіздерден алыс жолдан келіп жатсыздар, сондықтан да арнайы бет ашарға келген әріптестер келіңіздер, атбасархан баста сіздер де жайғасыңдар. Жас болсаңыздар да бас болып міне осы дастархан төріне табылып, сендерге осы қуанышты жұғысты болсын. Үйленбегендер болса үйленсін, үйленгендер болса ұлды қызды болсын. Келіңіздер, қане баршаларыңыз ақтастырған басына жайғасыңыздар. Ал енді құрметті қадірменді ағайындар, міне ақ дастарханымыздың басына әдемілеп жайғастық. Енді қаннан қараға дейін тартылатын қазақтың үлкен асы ет дайын болды деген жақсы хабар келіп жатыр. Міне ауылдың жігіттері тамақты ұстап қаз-қатар тізіліп тұр. Енді рұқсат етсеңіздер күмбірлеген күйдің ырғағымен дастарханымыздың төріне ақ дастарханымыздың сәні болсын, мәні болсын деп өзіміздің үлкен асымыз етті алдыруға рұқсат етіңіздер. Қане, той қош, құтты болсын. Баста келіңіздер, бас. Медет қайдасың? Медет, баста кел. Баста осы әулеттің ағайындар алып келеді. Немесе осы әулеттің баласы алып келеді. Медет, баста барған. Ой, молодец. Вот, бәрекелді. Ал енді бісміллә деп келе беріңіздер.
Қане, ортаны босатсаңыздар, мен басқа баталы болайын, е? Басқа, орта босасын, асықпаңыздар. Еш қайда асықпаңыздар. Аллаға шүкір, үй өзіміздікі, дастархан ағайын туыс өзіміздікі, ас та өзіміздікі. Асықпай, дастарханға реттеп табақтарды қойбаңыздар, сосын мен барып басқа баталам. Енді Күнбар ағамыз, міне, қазір өзіміздің жер үйде тұрған қандай жақсы, міне, ағайын туысқанның барлығы осында, бауырлардың бәрі осында, ешкіммен ұялып қысылмай, емін еркін, міне бір әдемілік той тойлайтын сәт туған сияқты ағайын. Сондықтан да баршаларыңыз асықпай, саспай, ақырындап келіп ақ дастархан басына жайғасыңыздар. Мен қазір орта босағаннан кейін асқа бата алатын боламын. Ал кімге кола, кімге сок, кімге компот, кімге шай керек айта отырасыздар. Бұйырса біздің қыз жігіттер алып келіп отырады. Қазір мен ақсақалдарға барып дастарханға бата алып алайын. Жігіттер ортаны босатып жүрсеңіздер. Рахмет. Бас қайда бар деген, әмин. Мен батамды берейін, ұстығын болсын берейін. Әрқашан осы үйдің тойға, қуанышқа, жақсылыққа келейін. Жақсылық осы үйдің кетпесін, жамандық бер жетпесін. Мына түсірген аққударың бақытты болсын, береке бірлік болсын. Өзіге иман түрге береке берсін, не берсін Алла тағала қайырмен берсін. Бағдәулет етпесін бастарыңа, ғұмыр берсін жастарыңа. Немере шөбере бала чағамыз өсіп өліп, қызықты өмірлері бола берсін. Амин, Аллаху акбар. Ой, қандай жақсы бата, қандай керемет бата. Ал енді құрметті туыс туғандар, басқа асқа батаны алдық. Енді астан дәмнен алып, біраз үзіліс жасайық, е? Содан кейін қарын тойып алғаннан кейін, асқазанға ел барғаннан кейін, әрі қарай жақсы тілек, әсем ән, күшті би жалғасын таба береді. Ал енді құрметті ағайын бауырлар, туыс туғандар, енді сіздер алдағы астанмен алып жеп отырыңыздар. Осында келген ағайынның барлығы енді бозжорғаның беліне безендірілген ер салып, тұяғын алтынмен тағалап, бүгінгі той есігінің алдына келіп байламасақ та, әрқайсымыз осы біздің ағамызбенен тәтеміздің шаңырағына жақсылық тілеп тұрсыз ба? Келін түсіп жатыр деп шын жүректен балаша қуанып келіп жатқан жайымыз бар. Енді осы шаңыраққа айтқан жақсы тілектеріңіз, ақ ниеттеріңіз барлығы қабыл болып періштелердің құлағына шалынып, Алла тағала қабыл етіп, осы екі жастың немерелі шөберелі ұлды қызды болып тұрсыз ба? Осындай дүбірлі қуаныш тойдың төрінде бас қоса беруді Алла нәсіп етсін. Ағайындар мен нағашылардың туыс туғандардың тойлары құтты болсын. 69-дар жасай берсін деп бір қосып қояйық. Ай бәрекелді. Енді былай келісіп алайық тағы дағы. Мен қазір үлкен кісілерді орта қарай шығармай-ақ қояйын. Бірақ төрімізде отырған үлкен кісілерге микрофонды апарып берсем, ол кісілер сол жақтан жақсы тілектерін айтса, кейін мына жақтағы жастау кісілерді ортаға шақырамыз, е? Сөйтеміз ғой? Сөз айта бересіздер ме? Отырып айта берсін ба? Жарайды. Жарайды. Отырып айта берсеңіздер де. Оларда мен анау төрде отырған бір топ біздің үлкен кісілерге бір жақсы тілектерден берейін. Енді рұқсат етсеңіздер, микрофон сіздің сол кісілерге ұсынайын. Ауылда мото жарысы болып жатыр ма? Ал қарай. Жақсы. Ал енді үлкен апаларымыздан бастаймыз ғой. Аталарымыз, апаларымыз міне осы жерде отыр екен. 90-нан баста дейді. Дұрыс, 90-нан. 90-нан ары қарай баста берсін. Ал апа, қане. Oğlum versin, Kasım versin olsun sizlerden. Құрметті қауым, ағайын туыстылар жеп-жат, құрметті сыйлап, бүгін мынандай той болады деп ойламап едім, тойын көрдім, рахмет құрметті ағайын. Көрмей кетем ғой деп ойлаушы едім. Енді құрмет, немере тиіппесем бақшы, мен
Çöbürü 10 içinde çöbüresini жатыр. Derslerle жатыр қазір. Басқа не айтамын? Ағайын туыс ел жұрт аман болсын, дендері сау болсын, әке шешесі менен ағайындарына жемістерін жегізсін. Құрмет пенен айжандай деп атақтарын шығарсын. Елдің аузынан ілінсін, жұмыста алда болсын, достарына сүйкімді, берекелі бірлікті болсын. Үйіңе келсе, кім айжан. Қара чай болса да ренжімей бер балам. Ол сіздің рақметін алады. Мен өзім 7 жыл жұқтап тұрдым, енеменен 25 жыл тұрдым. Енем айтатын, балам қара чай болса да ренжімей берсең, кейін өзіңе бақ береді. Енемнің айтқаны дәл берді, бақ берді, көрдім, бәрін көрдім. Жақсыны да көрдім, жаманды да көрдім. Құдайға шүкір, немерелерім бар, шөберелерім бар. Енді үлкен тойға жетсек, оның арқасында тағы көре жасармыз. Аман сау болыңдар. Ел жұрт аман болса, ден сау болса, бәрі болады. Ақша жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деп қарынбаңдар. Айжанменен құрмет. Құдай өзі береді келдің. Ал енді мен апамның айтқан есі болсын ба, құрмет? Құрмет, апаң айтқан батасын естідің ба? Енді сау болсын ағамайжан екеуің қол ұстасып, екеуің бірге жүріп, бірге тұрыңдар. Қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер. Келгенде жайраңдап келіп, жайраңдап кетіп жүріңдер. Енді сен өкіметтің маладасыңдар ғой жұмысқа. Әке шешең кәртейіп отырған жоқ. Оның асыралмай жатқан үйде жас балалары жоқ. Болса белдері, соңында жеңдері, екеуді жұмыс жасап жүреді. Жұмыстарынан қалмаңдар. Осы мен құрмет саған айтатыным болам. Қашанда ашты суға жақындамаған бір кісілерменен жүздесіп, сен мендесің ұрыспағанғам, өзің білесің, апаң айтқанын істесең, жерде қалмайсың. Міне 90-ға таяқ бардым, енді 3 жылда 90-ға толады. Рахмет барлықтарыңызға. Ой, бәрекелді, апамызға бір қол соғып қойыңыздар. Қандай жақсы тілек, әдемі тілек. Ал енді бағана пенсия берем деген жерлер бар еді. Сол жермен қалып қойды сен, құрмет. Ертерек келу керек. Басында айтқан мен ай сайын пенсиямды беріп тұрам деп айтқан. Айттыңыз ба? Жақсы, айтқан ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Апамыздың жасы 100-ге толсын. Арман ниетіне жетсін. Бұйырса, құрметтің де ұл қызының қызығын көре берсін. Бір қол соғып қойыңыздар. Той құтты болсын ғане. Ал ғане. Енді бүгінгі міне тойшы қауым міне тойдың үстінде барлығымыз жақсылыққа келіп отырмыз. Міне тойымыз құтты болсын, деніміз сау болсын. Алла тағала міне бүгін қуанышқа жиналып жатырмыз. Енді осы балалар үлгілі семья болып, дендері сау болып, қорсақ ұлдай жұптарын жазбай, аман есен жүре берсін, бақытты болсын балалар, дендері сау болсын. Енді екі жаққа да сыйымды, сыйлы азаматтар болсын. Енді мына көпшілік қауым келіп жатқан міне сіздерге рахмет, мына кісілерді сыйлап, барлықтарыңыз осындай жақсылыққа кенере беріңіздер, дендеріңіз сау болсын, бала шағаданың қызығын көре беріңіздер. Аман есен болыңыздар, барлығымыз осындай қызыққа тоймай, осындай дастарханда, жақсы дастарханда басымызды қосып, аман есен жүре берейік, бала шағаданың қызығын көрейік, аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Ал Күнбар мен Мәуке енді екеулеріне құт болып осы балалар аман есен болсын, сырттарың малға толы, үйлерің балаға толсын, дендерің сау болсын, екі жаққа да сыйымды сыйлы балалар болсын. Енді басқан айтын балалар бақытты болсын. Енді басқа, енді осы отырған көпшілік қауым
Ала шағаларыңыздың қызын көріңіздер, дендеріңіз сау болсын, Алла тағала сіздерге қуат берсін, сыйлап келіп жатқандарыңызға рахмет. Балалар бақытты болсын. Енді құрметті көрші-көлем, ағайын, туыс, бүгінгі күнбардың шаңырағында түйе жарылғы күні деп айтамыз. Бір өте қуанышты, көппен тосқан қуанышты күн болып жатыр. Кеше құдалардың алдынан өтіп, құдаларды Айжанды жақсы жағынан естіді, қандай тәрбиелі, қандай өнегелі, қандай білімді қыз екенін кеше көріп келдік. Өте риза болып қайттық барған қауым. Құдағымен де танысты, ашық жарқын екен. Жоғары деңгейде бізге көрсете білді. Енді осы 2 жасқа тілейтініміз шаңырақтары биік, қазан ошақтары майлы, дендері сау болып, үйлері балаға толсын, сырты малға толсын, қалталары ақшаға толсын дегім келеді. Осы 2 қуаныштың тойына барымыз жиналып, жақсылап тойлап қайтайық. Той-тойға оласын, бұл шаңырақта тек қана жақсылық бола берсін. Күнбар мен Маукөштің дастарханы әрдайым жақсылыққа жайыла берсін. Айжан, Маукөш сияқты сондай бір инабатты келін болады деп сенеміз. Өйткені Маукөш осы бірнеше жыл көрші болдық. Сонда мен шалымның Рахметулланың алдынан кесе көлденен өтіп көрмеген. Айжан да сондай үлгілі келін болуға нәсіп етсін. Той-тойға оласын, жақсылығымыз мол болсын. Енді білесіздер, бәрдеріңіз бір ауылдан, бір жерден, Алтайдан келгенбіз. Міне күнбардың бүгін бірінші қуанышы, балалар бақытты болсын. Енді бағанадан біреміз, 2 ватан бермейік, бір ән айтып берейін. Біздің ауыл Алтайдың қарақасындай бүлдіреген, күнде жаңбыры, күнде қара борқасынадай бүлдірген. Алыс жерден біз келіп ән салдық қой бүлдірген. Бүгін міне құрметтің тілеуіне бүлдірген. Алтай тауы бүлдірген, бүлдіргендай күн терген. Айналайын зорағап қатырыңдай кім білген. Бір әйтер қыз ақында желкілдейдей бүлдірген. Жапырағы жел соқсай желпілдейдей бүлдірген. Алыс жерде жүргенде туыстарым бүлдірген. Мақсада қабырған сөгілдей бүлдірген. Ойда өскен бүлдірген, қырда өскен бүлдірген. Айналайын зорағап қадырыңдай кім білген. Бәрін жүріңізде той болсын. Ай, бәрекелді, Алтайдың талай бүлдіргенін теріп жеген ағамыз шамасы. Қане, қандай жақсы бір қосып қойыңыздар. Құрметті қонақтар, бүгінне Маргариттардың үйлерінде үлкен той болып жатыр. Күнбар мен Маукөштің үйленіп бақытты болсын. Үштен келініміз құтты болып, бақытты еке, өтеді болып, бақыт әкесін. Ендеріңіз сау болып, осы әулеттеріңізді біле берсін, қорда болсын. Ал мына құрметті ағайын, Апашка, міне Апашканың жолын берсін. Немере сүйем деп отыр ғой, немере сүйсін, арманына жетсін. Не қалған осы ауылымызда той болсын, аспанымыз ашық, іргеміз аман, тойдан айырылмасын. Рахмет.
Бәрекелді, рахмет, бір қол соғып қойыңыздар, әрі қарай, айтамыз. Ал аға. Бұл кісі нағашы жақ па? Ағаш. Аға, жақсы. Біз кеше тойда оларды тыңдап, келін қандай екенін білдік. Айжан, енді сіз бізге өте ұнадың. Как раз құрметке сондай әйел керек еді. Көп болды іздеп жүргеніне. Әйтеуір Құдай берді. Аман болыңдар, жолдарың ашық болсын. Главное, денсаулық. Осы жас кезінде денсаулықтар сақтаңдар. Баладарың енді, мен кеше айттым ғой, бір 5 баладай тауып бер. По заказу. Тек жақсылық болсын. Осы жақсылықта кездесейік, жаманшылық көрмейік. Бәрдерің аман сау болыңдар, денсаулықтар мықты болсын. Құдалары жағынан тоже өте жақсы кісілер екен. Құдағи өзі жаңғыз 4 қыз өсірді. Әкелері ерте қайтыс болыпты, 30 жасында. Поэтому Құдайға рахмет айтамыз. Сондай жақсы келін бізге беріп отырғанына. Ал бәрдеріңе рахмет, келгендеріңе. Енді бүгін бізде сондай үлкен той болып жатыр. Тек жақсылық болсын енді. Бәрекелді, рахмет. Айтқан ақылеттеріңіз қабыл болсын. Өмірден еш жаманшылық көрмеңіздер, биіктен биікке де өрлеңіздер. Жыралбы жамбыл жәкеңді жасына жете беріңіздер. Алла қаласа осы тойына бастарыңызға бақ, астарыңызға тақ қонып қайтсын тілек айтқан кісілерге бір қол соғып қояйық енді осы жерден бір үзіліс жасап. Ал енді құрметті жақсылар, қадірменді ағайындар, той қуанышымыз тағы да құтты болсын. Былай қарай тілек айта береміз ба? Былай айтамыз ба? Ұзақтан келген кісілер. Жақсы. Ал, так. Ұзақтан келген, қай қаладан келген кісілер бар екен арамызда, мен біліп алайыншы ғана. 69-да Текеліден келдіңіздер ма? Сіздер Алматыдан келдіңіздер ма? Алматы деген кісілерге бір қол соғып қоймайсыздар ма? Беташар той деп. Ойбай, класстасымыздың ұлы үйленіп жатыр деп. Алматыдан арнайы келген 69-дарға бір қол соғып қойыңыздар, тағы да қаттырақ. Сосын. Тағы қай жақтан келіп жатыр кәні? Текелі. Алакөл? Алакөлден кімдер келді? Естеп жүрсің сезонда естеп жүрсің. Ой, нағашымның ұлы үйленіп жатыр деп, жиендер келіп жатыр екен Алакөлден бір қол соғып қойыңыздар кәні. Молодец. Күшті. Алакөлде бір үй бар дейсіз ғой, бұйырса, барғанға жақсы, қандай жақсы. Ал енді қане, мен онда Алматыдан келген 69-дарға берейін. Сосын Алакөлден келген ағайындарға да беріп қояйын тілектен. Бұл кісілер енді алшық жолдан келіп жатыр. Ал қане 69-дар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Сіздерді көргендеріңізге өте қуаныштымыз. Осы жерде бөтен ешкім жоқ. Апамды көріп, мына жақта ағаларды көріп, Сергей ағамыз отыр. Танымай жатырмыз, артынан барып сәлем беріп, барлықтарымызбен амандасып жатырмыз. Енді қанша жыл болды? Біз ауылдан кеткенімізге 40 жыл болыпты ғой. Өз биыл 40 жылдығымызды осы жақын арада өткізіп, мына Текелі қаласында. Сөйтіп 69-да бір басымызды осып бір шүйіркелесіп қалғанбыз. Соған енді танымай жатсақ кешірім сұрайын. Барлықтарыңызға дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Жүр жасаңыздар. Дастархандарыңыз әрқашан жақсылыққа жайылсын. Енді былай артпен тұрып қалғанға кешіріңіздер. Мына жақта той иелеріне қарап тек айтайын деген ғой. Ал енді күн бар Мауке. Міне Мәуле, сендер міне бүгін жаңа құрметіміз қолына ақ құсын қондырып жатыр. Аллаға сансыз шүкіршілік. Менің алдында да айтылып жатқан әңгіме. Қашан үйленеді? Группада постоянно сол, қашан тойда
құрмет үйленіп тойда қызмет етейік. Ай қызмет қылайық деп жазып жатамыз. Сол Алланың құлағына шалынды. Аллаға сансыз шүкіршілік. Құрметіміз үйленіп, мына Айжандай красавица қызымызды алып отыр екен. Аллаға сансыз шүкіршілік. Сендерге бақыт тілеймін. Сергей ағамыз айтқандай 5-6 вообще футбольный команда. Қазір әр баланың өзінің несібесі бар. Тем более квартирный аласындар дегенде әңгіме ғой. Иә, Аллаға міне біздің класстастарымыз жиналып, әрқайсының өзінің тірліктері болса да, алтындай уақыттарын қиып келіп жатыр. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға Алла разы болсын. Дендерімізге саулық тілеймін, бастарыңызға амандық тілеймін. Дастарханымыз жақсылыққа жайылып, үлкен тойда кездесуге Алла нәсіп етсін. Ал барлықтарыңызды құттықтаймын. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Ал енді күн бар, Маукеш. Мына 2 жас үйленіп жатыр екен, бақытты болсын. Енді жаңа Гүлбақыт айтып жатыр ғой, жақында 40 жылдығымыз мектеп бітірген соң тойлап қайтқанбыз, сол кезде де айтып жатыр, күн бар. Енді қуаныш жақсылық қой ол. Енді мына 2 жасқа тілерім бақытты болыңдар. Мына көтерген шаңырақтарың биік болсын, өбірлі шүбірлі болыңдар. Біз сияқты енді қартаймасақ та енді біраз жасқа келіп қалдық. Апа атамыз, немереміз бар. Сол сияқты немерелі болыңдар. Мен сияқты пенсионер болыңдар. Не деймін, осы отырған қауымға дендеріңіз сау болсын. Мен сияқты тоже пенсионер. Иә, мына сіз сияқты тоже пенсионер болыңдар. Біз спецназ ГРУ у меня. Бача, Афган. МЧС. Ветераны силовых, ветераны боевых действий. Сол енді осы отырған қауымға тілерім, дендеріңіз сау болсын, бәрлеріңіздің үйлеріңізде той болсын, тойға ұлассын. Тек жақсылық тілеймін, бақытты болыңыздар. Сөйлеңдер, бақтан сөйлеңдер. Ассалаумағалейкум. Тойшыл қауым, арқаларыңызға Алланың жолы болсын. Әр уақытта басымыз аман, деніміз сау болсын, сіз бізіміз дұрыс болып, жасымыз жарқын болсын. Көп айтылған дуа тілектер, 2 жас бақытты болсын. Енді шілде қараға келіп барған нәсібесін. Кластасын бәуле. Құмбан қызығын көрін. Бірге көрейік. Мен көп айтпайын сәмқай. Сәлем песәлес. Енді күн бар Маукеш, дендер құтты болсын, құрмет екеуі бақытты болсын. Келін алған деген қандай екен білеміз, өзіміз алған кезде сондай бір төбеміз көкке жетіп, Құдайға шүкір, тағала біздің келініміздей келін болсын. Немерелі болыңдар, әрлеріңізге тілейтін денсаулық, осы жақсылықтарында жүре берейік өстіп. Сәлеметсіздер ма, тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын. Біз Маукештің класстастарымыз тайғұлындай тебісіп, Қопа ауылында көрші болып тұрғанбыз. Сәуле, Зәуре, бәрі есімізде, бәрін біліп жатырмын. Санат қайда деп сұрап жатырмын бағанадан. Көрші тұрғанымыз іргелес. Тәтемізді көріп қуанып жатырмыз, әке-шешеміз есімізге түсіп. Сол енді не айтайын, 2 жас бақытты болсын. Тек жақсылығын көрсетсін, бірге қайнассын, өздеріңізге құтты қайырлы болсын, немере сүйіңіздер, шөбере сүйіңіздер. Солардың қызығын көріп, Маукеш күн бар қол ұстасып, тек қана аман-есен жүре беріңіздер. Я кластасымыз, әрі көршім деп қуанып жатырмыз өзімізде. Балалық шағымыз өткен жер Қопа, бәріміз есімізде. Кластасымызда 40 жылдығын өткіздік. 40 жылдығымызды аман есен бәрі дұрыс, Құдайға тәубә, 4 көзіміз түгел. Сол жақсылық болсын, аманшылық болсын, келін құтты қайырлы болсын. Қосылуым жоқ деп айтып қоямын. Мен бәріне қосылам деген тосқа жеттім мен.
Ал енді Күнбар Маукеш бұл тойды біз өзіміз Күнбар мен Маукештен арнан біз күттік бұл тойды. Осыдан 3-4 жыл бұрын ғой біз Маукештермен көп араласпай кетіп, қайдан табысқан кезде осы құрмет бойдақ деді. Содан бері құрметтің үйренуін бізде күтіп жүргенбіз. Жеттік осы тойға. Әйтеуір құрмет таптау сені. Торана таптым ау сені. 4-ке жетпей тұрғанда әйтеуір тапты ғой сені. Енді қуаныштымыз, бақыт тілейміз жастарға. Енді Күнбар Маукеш енді статустарын жоғарылап жатыр, құда-құдағи болыңдар, ата-ене боласыңдар. Енді апа-ата болыңдар, соңында жетейік. Тойдың басы ғой, өстіп, каждый сендер шаңырақтарын, қуаныштарыңа бірге қуанып, тойлап жүре берейік класстастар. Дұрыс айтасыз, айтқан ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Таптым ау сенің бірінде қалған дұрыс қой негізі. Төрті Құдай сақтасын, енді төртеуге бармай ақ қойсын. Төрт деген жаман. Бірін өзі әрең тауып атқанда төртке кетіп қой. Дұрыс қалжыңдадым. Ал айтқан ақ тілектеріңіз қабыл болсын. 69-дар рахмет. Осы бала шағаның қызығын көріп, 40 жылдықтарыңыз құтты болып, аман есен жүре беріңіздер. Тойларыңыз той боласа берсін. Мына екіз билейміз дейді. Пенсияда жатып үйде іштері пысқан адамдар екен ғой сөйтсем. Рахмет, дұрыс. Енді немере қарап тойлап жүре беріңіздер. Ал енді қане бізде мына жақта үлкен кісілер отыр ғой. Осы кісілер үлкен кісілерден бір жақсы тілек тыңдамаймыз ба? Бұл кісілер Алакөлден келген жиенен бір тілек тыңдамаңыз. Сондай ма? Атамыздан тыңдайық онда, Жақсы. Ал құрметпен келгенде Сейтен ашық аспан, аман болсын, сау, бала шағалы бол, өмір көрілі бол. Ай, бәрекелді. Рахмет, дұрыс. Ал енді қане, сіздер көршілерсіздер ма? Сіздер кімсіздер? Қандай туысқансыздар? Вообще, мына түсінеміз негізі ашық тойда. Не істеп жүрсіз? Ойбай, туысқансың ба десем жоқ дейді, көршісің ба десем мына жақта дейді көршілер. Сізді кім деп айтамыз, не деп айтамыз деген сияқты. Сөйлемей ма? Қайдан көріп кеткен қонақтар. Ауыл болғасын жан-жақтан секіріп түсіп жатыр ма деп. Рахмет, қалжыңдап жатырмын. Дұрыс қой, осы әулетке жан ашыр адамдар ғана келеді ғой, бұл жақсылыққа, дұрыс па? Бүгінгі той иесінің жақсылығы, қуанышы құтты болсын. Енді сіздер бір жақсы тілек айтыңыздар. Сосын ортаға шығып біраз билеп аламыз ба? Сонан кейін барып бір шай ішесіздер, сөйтесіздер ғой негізі, сондай ма? Жақсы. Жақсы, апай. Бұл кісіден сөйлемей ма? Құрметті ағайын туыс, Күнбар тойдарың құтты болсын, екі бала бақытты болсын, дендерің сау болсын. Осы үйдің осындай мол дастархан әрқашанда жайыла берсін. Қуаныштарыңа достарың, ал екі бала айтатын достарың көп болсын, дұшмандарың жоқ болсын, самый главный дендерің сау болсын. Ал осы тұрған қауымға бәрдеріңізге денсаулық, ашық аспан, бәрдеріңіздеріңізде осындай той болсын. Тойдарыңыз құтты болсын. Рахмет, айтқан ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді жиенге берейін, сонан кейін коллектив жігіттер сөйлеп кетсін. Ол кісілер үзіліс уақытында келіп отыр жұмыстан, жұмыс өте бар. Бағана апам айтты ғой, кімнің адамдары деді? Құрметті кімнің адамы дедіңіз, апа? Үкіметтің адамы дейді бұл кісілер. Барлығы, бұл кісілерге үкіметте жұмыс жасаң үкіметтің адамы. Дұрыс қой, үкіметтің адамымыз, барлығымыз сондай. Ал қане, жиен сөйлесін, Алакөлден келген. Алакөлге түсетін ісіміз түсіп барамыз ғой ертең жазда. Алдымызда сезон ғой. Сол үшін осы кісілер сөйлесін деп жатырмын. Ал енді осы тойға жиналған қауым, бүгін шынымен-ақ көкеміздің шаңырағын ақ түйенің қарыны жайылып, ойбай қашан деп күткен құрметіміз міне бір басы екеу болып жатыр. Екі басы одан ары көбейе берсін. Төрде отырған мына апаларымыздың бата тілектері қабыл болсын. Сіздер сияқты айжағында осы әулеттің төрінде ақ жаулықты апа болып отыруды Алла нәсіп етсін. Ал сағайынан жақын көрші артық дейді. Негізі біз бұл кісілермен
басында көкші болдық, содан кейіннен бұл кісі Найман, бас көшпейіз Найман екенін білгеннен кейін, содан бұл кісі нағаш болып кетті, содан көке болып кетті ғой, нағаш үлкен жоқ кетті. Сол енді, иә? Содан ол кісілер белгілі, сонда да енді әлі шейін араласамыз жаңағы нағашымыз деп. Оның мен жақтың жаңағы қайын жұртым, мен ойлайды ол мамамның інісі екен деп. Жаңағы жиен неге ел болмас, жайлы болса дейді, сол сияқты біз бұл кісіге енді жайлы бір жиен болар, жиен шығармыз деп ойлаймын енді өзім. Иә, бізді өзіміз құрметтің осыны әке-шешем, кіндік әке-шешесі, ой, медеттің. Сол біз айтып жатырмыз ғой, біз құрметке таласпаймыз. Жаңағы той болады деп жатыр, осыны айтады, біз таласпаймыз. Кімді апарасыз, ода шаруамыз жоқ, ал медетті өзіміз шешеміз деп жатырмыз ғой. Енді әшейін біздің жеңгеміз біздің қалжыңымызды көтере алғаннан кейін көкемізбен жеңгемізбен қалжыңдасып ғой. Енді мына жерге отырған барлығы біледі ғой біздің кім екенімізді. Мен мына жаңағы жеңешемнің класстастарына айтып жатқаным ғой, біз кім екеніміз бұл үйге. Қандай жақындығымыз бар екен, әйтпесе қалған мына жерде отырған кісілердің барлығы біледі, бұл ауылда біледі біздің кім екенімізді. Бұл кісілер бізге кім екенін сіздерге білмейсіздер, бұл сіздерге мен таныстырып жатқаным ғой енді. Мына төрде отырған менің әкемнің, Марбуктен әкемнің жары. Жаңа айтты ғой жаңағы одан кейін мен отырған біздің әулеттің 4-ші қызы, сіздерге айтсаңыз отырған. Әулетіміздің 3-ші қызы, әулеттің 2-ші қызымын, енді қалған 2 қыз енді себептерінен келе алмай қалды. Біз өз әулетте 5 қыз болымыз. Ұлымыз енді тоже себептерімен келе алмады, енді ол өздері жастар тойында болады. Айжанға алтын ауыз төкдегі апалардың жолын беріп, алтын құрсақты ана болып нәсіп етем саған. Қадірлі, инабатты, салихалы ұрпақтарың көп болсын. Құрмет екеулерің босағаларын аяқ киімнен жиылмасын. Кең болсын қазақтың керегесі, бітпесін әр шаңырақта Алла берекесі дейді. Алланың берекесі нұр жаусын шаңырақтарына. Әрқайсымыздың жүрегіміз ауыр, жүрегіміз жеңіл, қалтамыз ауыр болсын. Тек ұстаған шықтырлаған ақша болсын қолымызда. Бай қуатты болайық, деніміз сау болсын. Сіз бізіміз жарасып, аман есен жүре берейік. 2 жасымыз бақытты болсын. Ал енді көкемен жеңгеме жыл судан қол алмасын дегім келеді. Аман болыңыздар. Бәрекелді, бәрекелді. Айтқан ақты. Алакөлдікілер өз жаз басталғаннан ақшадан басқа ештеңе айтпайды шығар. Айтқан ақтіліктеріңіз қаласын, той қаласын. Мен негізі Алакөл дегенде, Алакөлден өтіп кетесіңдер. Достықта, Қытайдың границасында. Бәрекелді, болды. Мен бұл кісі маған танымаппын ғой. Қайрылан әпкесі ғой, өзіміздің әпкеміз екенсіз ғой. Құтты болсын, той қаласын. Қызай, кеп тұрыңдар, тойға кеп тұрыңдар бастайын. Дұрыс па? Той құтты болсын деп, жеңге бір қосып қойыңыздар. Жақсы ғой. Қазақтың кеңдігі осы да. Әпкеміз деп, туысқанымыз деп, бүгін міне осындай жақсы қуаныш тойдың төрінде отыр. Ағайыннан ауылдас болып, міне көршілес болып, одан туысқан болып, бауыр болып жатқан қандай жақсы. Осының барлығы біздің қазақтың даласы қандай кең болса, пейілі де сондай кең деп жатамыз ғой. Осының барлығы ниеттің, пейілдің арқасы, дұрыс па? Той құтты болсын. Біздің апамыздың қыздар сөйлеп жатыр. Бір қосып қойыңыздар міне. Қайролла деген көкбас жігіт бар, палуан. О, 8 қырлы, 1 сырлы, мұғалім, менің әріптесім, досым. Осы жігіттің әпкелері енді бұл кісілер. Осы тойға мені жіберген Қайролла негізі. Сәлем айтып отыр, дұғай бұйырса. Ал енді құрметті туыс туғандар, осы жерден енді жігіттерге білейік, бір алып жақсы тілек айтсын. Сонан кейін әрі қарай тойымыз бимен жалғаймыз. Саламатсыздар, құрметті қонақтар. Әріптесілер танытылды, мен досымын негізі. Әріптесімнің жігіттері болады. Құрметті бауырым, Айжан ханым, сіздерді бүгін құрып отқан отолғаныңызбен шын жүректен құттықтаймын. Бақытты болыңыздар, осы жерге айтып отқан барлық тілектерге тілектеспін. Айжан, енді аяғың құт болсын, осы отбасының абыройын, әулеттің беделін көтер, болашақта кішкентай азамат пен азаматшалар өсе берсін, елім, жерім дейтін. Мына осы тұрған әке, ананы үмітін ақтау керек. Тек алға өмірдің қандай да ыстық суына бірдей шыдап өту керек, бір-бірлердің жақсылықтарын асырып, жаңалықтарын жасырып өту керек. Сондықтан қарап отырмын, тыңдап отырмын, алыстан кейін мен сияқтымын. Осы құрметті досым үйленіп отыр, отау құрып отыр деп, анау тараздан келдім. Кеше күндізін шыққан жол, бүгін әріптестеріне мында бір алғыс өздері күтіп алып, осы жаққа алып келді, той жақ білмейтін. Көріп тұрмын, жетісу өнері керемет, жер жайын жетісу деп бекер айтпайды екен.
Тойларыңыз құтты болсын. Алла қаласа тойды бас қосайық. Қазір енді ары қарай әріптестеріне берсем. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Енді ең алғашқыда аға тәте, осы той иелері құтты болсын. Осы Айжандай қыз үйдің тіреуі болсын. Құрмет, Айжанды алғанына өте андай жұмыста байқамадық үшін. Жаңа Витасаға келіп шок болды. 2 жылдан бері танимын. Құтты болсын, өте қатты қуаныштымыз. Айжан саған осы әулеттің үлкен апалардың жасын берсін. Осы үйдің құт берекесі. Осындай ақ дастарханда жинала беріңіздер. Ең бастысы денсаулық. Денсаулық болса бәрі болады дегендей. Немере шөбере осы үйінде ойнап күліп жүгіре берсін. Ең бастысы сол. Ауызбіршілік ажырамасын. Бәрекелді айтқан ақ тілектеріңіз қабыл болсын, той қаласын. Тараздан келген жігітке бір қосып қойыңыздар. Ең алыс қаладан Тараздан келіп жатыр. Үйленгенсің ба брат өзің? Үйленгенсің ба? Ойбай, бір 4 әйелі бір адам қысып айтты ғой. Қорқып кеттік қой, ойбай, ұятып қалды ма деп ше кәдімгідей. Жұқсы болсын саған да брат. Таразға бұйырса бір жақсы келінсін, дұрыс па? Өз жаңа айтып келіп жатқан тілектердің барлығы өздерінің бастарыңа келсін. Бәрі бойдақ па? Бәрі бойдақ. Ой, молодец, құтты болсын. Бұйырса, ол жігіттерге жұқсы болсын. Бір қол соғып қойыңыздар енді. Әріптесіміз жұмыс уақытынан кәдімгі уақыт бөліп келіп жатқан кісілерге рахмет. Ал енді құрметті ақсақалдар, апалар, естіп ортаға шығып билейміз ба? Бата береміз ба? Асқайып жіберейік онда. Сосын шай ішіп, асықпай. Әңгіме айтамыз бұйырса. Алғаны. Жоғарғы. 69-дар берсін, 69-дар берсін ғана. 69-дар берсін, 69-дар ғана. Амин. Бейше әрі бата шатауыз. Басқадалық, басқамандық, денге саулық, өлімі иман, тіріге береке берсін. Тек жақсылық болсын. Бәрекелді, не деген әдемі бата. Ал енді құрмет жақсылар, ортаға жақсы биге келіңіздер, бір 10-15 минут билейік, содан кейін әрі қарай тойымызды шай дастарханмен жалғайтын боламыз. Қане ағайындар қайда, нағашылар қайда, ала бөлген келген жиен қайда. Ортаға биге, қане әріптестер қайдасындар, достар қайдасындар. Қаланға, нағашапке, опа! Алпысоғдар қайдасындар, алпысоғдар ортаға қане. Қайда. Көптен сұраған. Алпысоғдар ортаға биге келеміз қанеке. Sana
жүргенде көргенім кіргенде жабырқау жүргенде таптым ау сені сағынғанда айналам өзің жайлы ойланам жалғыз қалып қойғанда таптым ау сені сен керексің сен ғана керексің сен айсың сен
Алтын бесте өскендер 96-7-ні бастарынан кешкендер 98-9-да тұсауларын кескендер сол бір шақтар қайда күндіз түні асықпен дискотека ойнайтын фия перизат витаминге тоймайтын сөйтіп тұр арманға жетудегі ойлайтын сол бір шақтар қайда ауылыңа бардым алыстан ұнатып сені сүйіп қалғаннан мойныңа таққан сенің моншағың дөп келісіп саған бәрі жарасқан шынар-ау деп шақырсам шықпа үйіңнен біреу бар ма шығатын сенде көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынар-ау кімде көңілің шақырсам шықпай үйіңнен біреу бар ма шығатын сенді көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынар-ау кімде көңілің достарменен бірге ауыл ішінде айналып саған келем кештерде атыңды атап шынар-ау десем құшақ жайып келердей менің көзіме шынар-ау деп шақырсам шықпа үйіңнен біреу бар ма шығатын сенде көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынар-ау кімде көңілің шақырсам шықпай үйіңнен біреу бар ма шығатын сенді көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынар-ау кімде көңілің шынар-ау деп шақырсам шықпай үйіңнен біреу бар ма шығатын сенді көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынар-ау кімде көңілің шынар-ау деп шақырсам шықпай үйіңнен біреу бар ма шығатын сенді көңілден сезімімді байламай сүйемін деші шынын айтшы шынар-ау кімде
Ал енді шайменен бір екі тілек айтып жіберіңіздер, соны әдемілеп видеоға түсіріп алайық. Көршілер қалды ма бұл жақтан? Көршілер бір екі тілек айтыңыздар. Сосын ақырын той иесі ақырын бір тілек айтып жібереді да, біз видеоға түсіріп аламыз. Сосын әрі қарай дәл отыра бересіздер өздеріңіз. Жасылшықтағы. Ол құрметтің кластасының мамасы. Мамасы ғой енді, апасы ғой енді. Құрметтің екінші мамасы. Екінші мамасы ғой енді, дұрыс қой енді. О, бәрекелді. Ал қане өзіңіз бір жақсы тілек айтыңыз енді. Кумбанген, Оля, сендерді поздравляю с первой свадьбой, с большой кумбаты. Вот. Ай, құрметті Айжан мен. Здоровья, счастья одағы, самыйға өмір ұзақ болсын одағы. Көп бала әкесі сендерге, шүкірейін. Я отвечаю, что баланы көріп, были как радостные. Соны тілектеймін сендерге. Енді малды ғой, балаға көшеміз ғой. Мал мен балаларды аяқтандырып, одан кейін балаларды бағамыз еместің. Бала болсын. Рахмет, әдем тілек. Қазақ енді өзгөчө бала бағады. Мін көршіміз. Тойларыңыз болсын, балаларың бақытты болсын. Дастархандан тек жақсылыққа, қуанышқа, берекеге, бірлікке жайылсын. Аспанымыз ашық болсын, заманымыз тыныш болсын. Ең бастысы денсаулық, балалардың дені сау болсын. Көтерген жаңалықтары биік болсын. Тек жақсылық бола берсін. Тек жақсылықта, қуанышта осындай дастарханда отыра береді Алла бізге жұмысты болсын. Бір-екі күн болды, шалып жұмысқа кіріп кетті. Панамен жүрді ғой. Арасында бір кеп қарап кетіп жүр ғой. Осы кісіні қарап кетіп жүрген ғой. Байқамай қашты ғой. Ал аға, бір тілек айтып жіберіңіз енді. Енді той жасамызбен Күнбараға нөбіштәде қуаныштарыңыз әрқашан ұзағынан болсын, әрқашан отбасыларыңызда тек қана жақсылық той бола берсін, қуаныш-қуанышқа созыла берсін. Келген осы қонақтар отбасыларыңызда тек қана жақсылық, аспанымыз ашық, еліміз сау, отбасыларыңыз аман болсын, әрқашан той бола берсін. Рахмет, ағайыннан ауылдас дейді ғой. Осы кісілер ғой, нағыз туысқандар осы кісілер негізі. Ал енді Күнбараға, тәте өздеріңіз бір жақсы тілек айтып жіберіңіздер. Ешкім ешқайда асықпайды, тілек айтып жатыргендер. Біз енді әдемілеп камераға түсіріп алайық деп жатырмыз. Сосын асықпай отырып шай ішесіздер. Келісіз ғой, иә? Мектепте өседі, қызымызға біз бердіңіз. Көрші ма бұл кісілер? Көрші. Көрші. Ал енді құрметті қонақтар, бүгінгі мына ағамыздың тойына қош келдіңіздер. Аға, тәте түсіріп жатқан фильмдеріңіз берекелі болсын. Әрқашан жолдары ашық болсын, көтерген шаңырақтарына керегелері кең болсын. Ең бастысы, екі жасқа тек қана денсаулық, бақыт, жақсылық тілеймін. Осы дастархандарыңыз тек қана жақсылықты жайыла берсін. Сіздерге деген рахмет. Ал енді қуаныштар қойынына сыймай деп жатамыз ғой. Ақтүйенің қарны жағында бүгін ағамыз бен тәтемізбенен мәз-мәйрам болып жатыр. Енді бұйырса бір мейретті үйлендіріп тағы бір мәз-мәйрам болсаңыздар, немере шөбере сүйіп Алла қаласа осы көзге көрінген бұл қыздарыңызды қызығына тоймай жүре беріңіздер. Той қуаныштарыңыз тағы да құтты болсын аға. Той қаласын. Бұл кісілер ата апа болуға дайын тұрған сияқты Алла қаласа. Ал енді құрметті ағайын, құрметті көршілерім, құрметті кластастар, 69-дар менің кластастарым болды ғой. Мен енді Алтайда 68-дер өте дұрыс, одан енді Алтайда видеосын несін жібереміз, ода да қуанат шығар деп ойлаймын. Ал енді осындағы мені кластастар, құрдастар қылып алған міне Бақа, Шәмшия, Салтанат, Қайрат, Нұргүл, Жансерек бәріміз міне осындағы одноклассник біз. Ал енді мына осы көптен көп күтіп жүрген арманымыз орындалып жатыр міне. Жаңағы қайнағамыз көпті көрген адам ғой, тоқатерін бірақ берді ғой печат. Құрметем сен попал деді ғой, короче. Кішкене әйел адам шустыры болған жақсы ғой.
мен мына бухгалтерға жарымай жүргенмін. Енді маған жақсы болды. Айжанға Готовый. иә, стажы бар, несі бар, маман да сол ғой. Енді қиналмайтын қыз, есеп, счет, енді только так жүрейін деп тұр. Мен сезіп тұрмын. Ал енді қуанып жатырмыз, ел жұртымыз қуанып жатыр, құрметтің енді. Жас емес, біраз жасқа келді бұлар екеуі де. Ақыл тоқтатқан, оққан, тоққан. Енді бұларға ақылында қажет жоқ деп ойлаймын. Жұмыстары бар, келініміздің квартирасы бар, жұмыстан берілген қалада. Енді осында міне үйлері бар. Өздері біледі енді, тұрамыз десе, отбасыға сен обязательно келеді ғой. Қалған міндетті өздері біледі. Енді мына қызмет көрсетіп отқан жігіттерге де көп рахмет, керемет жүргізіп жатыр. Ана жолы Шыңғыс бәрімізді текелдің бөктерінде дронменен бүткіл жағынан басып бізге қызмет жасаған жігіт, өзіміздің ауылымыздың баласы, көршіміз, бір көшеде тұрамыз. Мына жігіттерді міне біздің қайыршымыздың достары, ұзақ емес, бәріміз таныс, біліс, көріс деген. Ана жолы неде жүрсек, өңкөй өзіміздің телманын балады. Таныс секелде аға деп жүрген. Музыканы өңген сен талантың бар екен ойламап па осындайды кездесіп дейді. Ол аға неде? 40 жылдықташ өсен дегендей. Сол сияқты енді қызмет көрсетіп жатқан ана аппаратурада отырған бауырымызға да рахмет. Өздеріңде тек жақсылық, біріншіден денсаулық, бақытты болып семьяда. Алланың нұры жаусын сендерге, таланттарың одан артынан дами берсін. Енді мына арада міне үлкен кісілер ғой, ортамызда Ақжалықты аналар. Апа қайда кеткен? Қайтып кетті ме? Енді мама дейміз, мына біздің көшеміздегі үлкен кісі, көпті көрген. Бұл кісі де енді керемет адам. Бұл кісінің кенже баласы, керемет ауылымызда шыққан спортсмен, қаншама золотасы бар, қаншама наградалары бар. Өзіміздің бір кенже бауырымыз. Енді өзі ұзақтан сүйініп, ұзақтан көрініп жүре берсін. Енді бұл кісі керемет бақытты кісі. Осы жылда немересі Алматыдан 80 миллионға үй ұтып алды, коттедж үй, косметикада. Бұл кісі керемет бақытты кісі. Бұл кісінің жолын берсін деп. Мен мама дейін бұл кісіні. Ана баласы тілі жоқ болса да, қандай спорт дейді ана? Иә, содан енді талай жерде алтын алып келген жігіт әлі де алады, әлі де бала шағасы бар, семьясы бар. Бұл кісі керемет бақытты кісі. Жұмысты болсын. Аман жүріңіз, мама. Әлі өмір сүре беріңіз. Алланың берген жасын, ғұмырын сүре беріңіз. Нарда отырған жеңгеміз Айгүл нағашы, жиеннің, Рашат маған жиен болып келеді ғой. Рашат Батаевичтің әйелі, кемпірі десем не болады? Пенсионер, пенсияға шыққан. Енді Сауко өзіміздің жеңгеміз, осы жоқта ағамыз қайтыс болып кетті. Енді міне өзі бір жылы келе жатыр осы елді. Осы кісілердің бәріне рахмет. Біздің қуанышымызды бөлісіп жатқанына ризамыз. Құрмет. Айжан екеуің дендерің сау болсын, жастарың ұзақ. Керемет бір еліміздің қалаулы, елеулі бір семьясы болыңдар. Бізге енді не керек? Бізге керегі ұрпақ тарату, ұрпағымыз болса екен деп, ұрпақ мың жасайды. Енді басқа жақсылықтың бәрі осы дастарханда айтылып жатыр.
қосыламын. Бәріңізге рахмет. Осындай ақ көңілдеріңізбен туаны Алматыдан шақырып келіп жатқандарға бақа. Қайрат, Нұргүл, Салтанат, рахмет. Шамшы енді өзіміздікі ғой. Талдықалғаннан. Талайты жақсы. Әрқашанда әр үйде осындай бақыт болсын, қуаныш болсын. Ой, Жансек, мынау бойлақ қой. Бойлақты ұмытып кетесің қайда? Айқас құмбарға түкіртем. Енді ана жолы осыны үйлендірейік деп бір қыз тапқанбыз. Не болды аяғы? Қайда? Болмады ғой. Бетте бітпей тастап кетеді. Ал жарайды, жақсы. Аман, сау болыңыздар. Оны Чыңғыс білет бәрін. Мына аппарат білет оны. Чыңғыс, мынау білет ғой. Маркеш сөйле. Мамасы? Иә, сөйлесін. Сөйлесінші. Ал құрметті қонақтар, барлықтарыңызға келгендеріңізге рахмет, үлкен қуанышымызды бөліп, кластастарға рахмет, үлкен бірге келіп көрісіп жатқаныңызға, денсаулық барлықтарыңызға, екі баламыз бақытты болсын. Мен болмына бір қатысып Рахмет, айтқан ақ-тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді құрметті қонақтар, той иесінің ұлдары өсіп бай болсын, құлын өсіп тай болсын. Қыздары қылықты жұлдыз болсын, ай болсын. Тоқы түрлігін айтқанда дәулеттері, сәулеттері сай болсын. Әр қазақтың үйінде күнде осындай той болсын. Дұрыс па? Алла қаласа осы шаңыраққа шілдехана бесік той, тұсау кесер сүндет тойға келе берейік. Той тағы да құтты болсын. Сіздерменен қызметте болған менің есім Сапар Мұрат. Сапарларыңызда мұраттарыңызға жетуге тілекшіміз. Той қуаныштағы да құтты болсын. Сен Наймансыздар ғой, Найман қайсыздар? Қаракерей. О, ана жігіттер Найман, музыкант Ерлан деген жігітте бір қол соғып қойыңыздар. Ол Найман ішінде супер Найман деген Найман. Жоқ, Қаракерей. Осы үйдің бауыры, ағамыздың бауыры. Келіндерді жаным, шайға отырыңдар. Рахмет, рахмет. Ал қане, келіңіздер енді, ақ дастархан басынан шай ішіңіздер, асықпай. Қаракерей музыкант дем алсын енді, өзінің тойы екен ғой.